Армысыздар, қазақ елім. Осы қазақтың басынан өтіп жатқан қиын кезеңде бір қазаққа қажет сөзді айтқым келеді. Сол сөзге мұқтаж болған қазақтар ол туралы Фейсбукта да жазып жатыр. Сондықтан өзім тәңіршіл ретінде сол сөздерді айтқым келеді. Тәңіршіл дегенім, енді ата-бабаларымыз біздің о тәңірім деп жүреді. Енді қалай болса да, осы не десем де исламға лайықты болмай жатса, біз оны тәңіршілік дей саламыз. Сол кезде исламдар бізбен таласпайды. Исламдар келіп бізге анау дұрыс емес, исламша емес дейді. Мақұл, исламша болмай қойсын, онда ол тәңіршіл дейміз. Тағы біраз бірдеңкеге қарсы болып жатады. Мақұл, біз тәңіршілміз дейміз. Сондықтан тәңіршіл дегеніміз ол қазақша деген. Сондықтан көптеген адамдар тәңір деген не деп бір есеңгіреген сияқты сөйлейді. Олар енді ата-бабаларын көрмеген ба, әженің тәрбиесін көрмеген ба деген сияқты ойлар туындайды. Өзім мысалы мен жасым 60-қа таяп қалды, бірақ әжемнің қолында өскенмін. Осы қарт апа мен аталардың сөздерін көріп өскенмін. Ылғи солардың ізімен жүретінмін, ылғи артында қалмайтынмын. Арқасында ләйліп ұйықтап та талай тойды аралап жүретінмін кішкентай кезімнен. Өлімге де баратынмын. Сондықтан көптеген жайттарды көрдік. Енді 60-қа келген адам жақсыны да көрді, жаманды да көрді деп айтуға болады. Кішкене бір сабырлыққа келіп, бір ойларын таразыға салып, өткенмен салыстырып, дұрыс бұрыс дегенді түсінген сияқты деп қабылдаңыздар. Осы күндері қиын кезеңде жақындары қабырғалары қайысып, жақындарын өздерінің жандарына лайықты шығарып салмай жатыр. Сонда молдалар келеді да, ой, жақсы болды, олар енді о дүниедегі шын өмірге аттанды, қуандыңдар деген сөздерді айтады екен. Бұл енді сұмдық. Енді жеке біреудің үйіне келіп сөйлеп жатса, енді кешіре саламыз. Ал енді ел болып, қанша адам күнде кетіп жатыр, сонда біз қазақ болып қуануымыз керек па, қазақтардың қайтып жатқанына? О, шынайы өмірге кетіп жатыр, бәріміз ұшып кетеміз ба сол жаққа? Жаман ниеттен, жаман тілектері орындалып жатыр. Сол жаман, Құдай сақтасын, шынымен жаманды ажырата білейік осы күндері. Бізге алдануға болмайды осы күндері, болмайды. Біріншіден біз ғана алданған жоқпыз. Бүкіл ел алданды, бүкіл адамзат алданды. Қайдағы бір ауру келе жатыр деп дүр сілкіндірді барлығын. Ойбай, ол ауруға ем жоқ екен, сондықтан анау бір төбедегі біреулер протоколмен емдейді екен деп бір протоколдар түсірді. Сол протоколмен адамдар қырылып жатыр. Біздің докторларда мүмкін оларға ерік берсе, мүмкін өздері дұрыс емдеп шығарып алатын беді, мүмкін. Бірақ оларға ерік берген жоқ, оларға протокол берді. Одан кейін барып, ойбай, мына протокол дұрыс емес, енді басқа протокол деп, тағы бір протоколды берді. Сөйтіп қаншама адамды сол протоколмен қырып алды, қырып жатыр. Сондықтан мен бірінші адамдар үшін айтқым келеді, тірілер үшін айтқым келеді. Қазақтарым, мына бір хрен деген бәле, шөп, қарапайым, өте керемет бәле, жақсы сөз не екен енді. Мен өзім мысалы анау бір кеңесті естігеннен кейін оны шайнап жүре бердім. Бір кезде сонда әсер бергені соншалықты мен өліп қоздадым. Енді әрине мен оны дұрыс қолданбаптым. Әйтеуір аман есен қалдым ғой. Анау Вим Хофтың тыныс алатын несін жаттығуын жасап, өзімді қайтарып алдым. Енді сол кезде енді шынымен кетіп баратырмын ғой деп ойладым да, енді амалсыздан балама звондадым, сөйтсем балам ұшып келді. Қазір деп ұшып келе жатыр. Соңғы мен отырасам Вим Хофты жасап жатырмын. Соң қарасам, ол енді бақылауға болатын жағдай екен, оны түсіруге болады екен. Балам асықпа, бәрі жақсы, мен оны түсіп алдым деп жатырмын ғой. Бірақ соның өзінде де докторларда, анауда, мынауда барлығы тік тұрып, менің тынысымды да өлшеп, бірдеңкемді өлшеп, соңғы барып айтады да, бұл ковидке ұқсамайды, бұл басқа зат деп. Бұл ковид емес, мен шынымен уланып қалдым. Хренге уланып қалдым. Уланғанда оны мен дұрыс қолданбадым, сол үшін ғана.
Енді оны мен бір мезетте ғана қолданған жоқпын. Оны мен шайнап жүрмін, иіскеп жүрмін. Бір кезде мен оны бір кезде айттым, мен оны сондай риза болдым да сол хренға. Рахаттанып шайнап жүрмін ғой, шайнап шырынын жұтып жатырмын. Содан аяқ астынан басым айналып өліп қала жаздадым. Ал енді шынына келсек, оны тұңбасын жасау керекті, 3 сағатта 1 рет қана қолдану керек. Оның ережесі осы мына интернетте бар, дұрыс қолданыңыздар. Ешқандай протокол керек жоқ, өздеріңізді тыңдаңыздар. Бұл аурудан адам өлмеу керек еді. Шынымен өлмейтін адам, бұл адамды өлтірмейтін ауру. Бұл енді өкінішті жағдай, өкінішті. Бірақ енді біз не істейміз енді? Қайтқанды қайтарамаймыз, тірілер тіршілігін істейді, бірақ осыдан бір сабақ алып шығуымыз керек. Біздің өміріміз біздің қолымызда. Егер мына мысалы бір жүйе бар, Мысалы тәңіршілдерді айтады, сендер тіркеліңдер дейді. Мен айтам, не үшін біз тіркелеміз? Өйткені тіркелген бір жүйе болса, сол жүйені басқару оңай. Мына біздің чиновник дейміз, оларды басқару оңай, мына мұсылмандарды басқару оңай, олардың мына істеп жатқан неше түрлі бір былықтарының барлығы, ол да басқарылып жатқан заңсыздықтар, басқарылып жатқан. Оларды мәжбүрлеп жатқан мүмкін бір қылмыскерлер шығар. Осы мешіт арқылы ақша табыңдар, жинаңдар, беріңдер, елдің бәрін уағыздаңдар, исламға кіргізіңдер, мешітке барып ақша берсін деп жатқан шығар. Сондықтан тәңіршілдерге мешіт ашуға болмайды, тәңіршілдерге тіркелуге болмайды. Әрқайсымыз бір адам, өз бетімізге, өзіміз үшін ғана жауап беруіміз керек. Сол 1000 адамды басқара алмайды. Сондықтан қазір көптеген осы мынау жүйе түрінде адамға қиянат жасап жатқан жағдайлардан құтқаратын мүмкіндік әрқайсымыз дара біле білу, дара. Мен өзім үшін жауаптымын. Әрине, біз енді мемлекет болғаннан кейін біздің жүйемізде докторлар бар. Докторлар шарасыз болып қалды. Оларға протоколдар түсіріп жатыр. Енді мына неше түрлі исламдарды уағыздап, шулап, неше түрлі ақмақтық сөзді айтып жүрген адамдар әрине қаржы үшін неше түрлі ақмақтық сөздерді айтып жүр. Олар енді ақыл жетпегендіктен болып отыр енді. Исламнан ондай сөзден кейін адамдар безеді. Ол аз болса жаназаға келіп, мынау осы қиын кезеңде жаназаға келіп, күліңдер, рахаттаныңдар, шынайы өміріне кетті, керемет өміріне кетті, жұмаққа кетті, ана жақта 72 хор қызы күтіп тұр оны деп айтатын сөздер. Бұл қылмыс. Бұл дегенің адамның санасына да қонбайды. Сондықтан біріншіден сол құрбан болған қазақтардың жақындарына қабырғам қайысып көңіл айтамын. Бұл жағдай біз енді алданып қалдық, бір тұзаққа түсіп қалдық. Біз көптеген тұзақта түсіп қалып жатырмыз. Әрқайсымыз өз өмірімізді қолымызға алуымыз керек. Қайғырамыз. Осындай жағдайды болдырмау керек. Сондықтан әрине бірінші мына құрбандардың өмірлері, осы мынау құрбандығы ескерілсін десек, аттарын тізіп тұрып, мынау ұмытпа деген сайтқа тіркеңіздер. Бұны біз бәрібір жауапқа тартамыз, бәріміз тартамыз. Тірілер тартады, артымыздан қайтқандар әруақ болып, артымыздан тұрып тартады. Біз кешірмейміз. Бірақ тірі адам тіршілігін істейді. Біз енді жұбату сөзді айтайын деп тұрмын ғой мен. Соғысқа шақырып тұрған жоқпын. Адам бәрібір көну керек. Қаншама ашулансаң да, қаншама мылтықты қолыңа алсаң да, біреуді өлтіргің келсе де, біз адамбыз. Біз қиянатқа бара алмаймыз. Хайуандар барып жатыр. Сол хайуандарды атап тіземіз. Сондықтан мына тірілердің тіршілігіне байланысты аза тұту
ережесі туралы айтып берейін. Тағы да сіздерге көңіл айтам. Осы қиын заманнан қазақ болып, қазақылығымызды жандандырып өтейік. Қазақта қайтқан адамды, өлген адамды қайтты дейді. Қайтты дейді, жүріп кетті дейді, өмірден озып кетті дейді. Ол бір бөлек параллельный деген сөз бар. Параллельныйды қазір түсінем десеңіздер, мысалы, радио телевидениенің сигналын сіз көрмейсіз, бірақ ол келе жатыр. Келеді, телевизорға келеді, сіз оны көресіз. Сол дүние параллельно. Өйткені біз оны көзімізбен көре алмаймыз, біздің көру мүмкіндігіміз жоқ. Біз көру мүмкіндігіміз шектеулі, есту мүмкіндігіміз шектеулі. Оны физикалық заңменен анықтайды. Мысалы, мысық түнде көре алады. Ит адам естімейтінді ести алады. Сол сияқты тірі жандардың өздерінің бір шегі бар, төменгі шегі, жоғарғы шегі. Сондықтан параллельный дүниеде, мысалы, иттің мүмкіндігі бар. Параллельный дүниеде мысықтың мүмкіндігі бар. Біз оны көре алмасақ та, олар көріп жатыр. Біз көптеген затты көре алмасақ та, белгілі бір қабылдағыш физикалық датчиктер арқылы оны қабылдап, адамға телевизорда, дауыста, мына мен қазір түсіріп жатқан видеода осыны біз қолға алып жатырмыз. Адамзат дамып жатыр. Сондықтан біз қандай да бір мәселеге жауап іздесек, ғылымның ішінен іздеуіміз керек. Өткен заманды біз еске алсақ, мейлі, осы өткен заман осылай болды, адамға керек болды, солай шығар. Бірақ, мысалы, біздің қазағымыз мұсылманбыз деді. Бірақ олар мұсылманбыз деп аталды. Қазір де мұсылманбыз деп атала беріңіздер. Мейлі, бірақ сіз аруақтан бас тарта алмайсыз ғой. Тарта алмайсыз, яғни сіз мұсылман емессіз. Сіз жетатадан бас тартпайсыз ғой, тартпайсыз, яғни сіз мұсылман емессіз. Мәселе ол мен дегенде емес. Мен сіздерді мейлі мұсылман деңіз, мейлі тағы бірдеңке деңіз, маған бәрібір. Мәселе біздің ортамызда белгілі бір көптеген бір елдер бар, адамдар бар. Олар жалданған жалшылар. Егер біз аруақ десек, аруаққа қарсы шығады, домбыраға қарсы шығады. Сондай бір қазақтың салтына шабуыл жасап қарсы шығып жатқан адамдар көп болып жатыр. Оларға не керек ол? Не керек? Оған қарсы болмаса, сол мешітіне барып садақаларын біз бере береміз ғой. Дұрыс па? Бірақ олар дегенің бізден асып түскісі келеді, бізді бағындырғысы келеді, бізді бұққысы келеді, бізді мәдениетімізден ажыратқысы келеді. Бұл деген саясат. Мысалы, біздің ата-бабаларымызды дәстүрінен ешкім ажыратқан емес. Мейлі өзбек хан өзін ислам дей салды, мейлі. Ода тұрған не бар? Мейлі қазақтар өзін мұсылманмын дей салды, ода тұрған не бар? Ода тұрған ештеңке жоқ. Бәрі біздікі сияқты. Керек болса біз христиан атанайық, керек болса тағы бірдеңке атанайық деген сияқты. Атта тұрған түгі жоқ. Қазақ өзінің дәстүрінен ажыраған емес. Тек қана осы заманда қазақты өзінің дәстүрінен ажыратамыз деп жатыр. Сол үшін бүгінгі қиын кезеңде бізге қазақылық керек. Бізге жанымызға медет болатын тек қана қазақылық. Сондықтан осы сөзді мен аяқ астынан мәжбүрлі түрде жазып отырмын, өйткені оқып жатырмын, көріп жатырмын. Мына молдалардың істеп жатқаны, ойбай, о дүниеге, шынай дүниеге аттанды, керемет дегені дұрыс емес. Қазақта қайтқан адамды жерлеуге асықпайтыны, біріншіден біздің жеріміз ыстық емес. Арабтардың жері ыстық. Мәйіт шіріп кетеді, сасып кетеді. Бізде мысалы даже егерде осы бір күн ыстық болып иістеніп кететін жағдай болса, біз мәйітті ғана емес, етті прямо жаңа сойған түрде сақтай алатынбыз. Сондықтан мәйітті тура солай күйде сақтайтын. Кейбір кезде мәйітті жерлейтін, мысалы, ол айдалада қайтыс болды, оны басқа жерде жерлеу керек. Мәйітті сақтау керек, мәйітті сақтай білген. Оның отанына, жер, өзінің топырағына жерлеуге тырысқан. Одан кейін барып уақытша жерлеу деген рәсім бар. Сол сияқты мәйітті ол ет деп қараған емес.
мәйітті әруақ деп қадірлеген, оның құқын қорғаған, оның жерлейтін өзінің бір ережесі болған. Сондықтан біз оны қадірлеп жасағанбыз, адамды қадірлеп жасағанбыз дәстүрді. Ал арабтар әрине олардың мәйіттері шіріп кетеді. Шіріп кетеді, аяқ астынан күн ыстық, оларға адамның өмірі емес, енді кішкене, енді олардың салт дәстүрін талдамай қояйын, мен қазақылықты ғана айтайын. Сондықтан әруаққа деген құрмет, ол тірі адамға деген құрметтен туындайды. Қайтқан адамды аяқ астынан жадыдан өшіріп тастау мүмкін емес, қайғыға көну мүмкін емес. Адамның қабырғасы қайысып жатады, осы арпалысып жатады. Адам қайғыға кіріп кетсе, ол қайғыдан қайтара алмай қалуы мүмкін. Өзімен өзі жынданып өліп кетуі мүмкін. Адамның жүйкесі әлсіз. Сондықтан адам өзіне сенімде медет істейтін. Қазақтың дәстүрі қазақты сенімменен қорғайтын. Сонда егер адам өзінің қайғысына батып, өзін қажып жүрсе, міне, мен шектім, маған қиын, мен қиналдым дей берсе, ол өзін қаза береді, сөйтіп өзін жояды. Ал сонда қазақ қайтады: ау, мына қайтқан адам қиналды ғой, сен оған көмек ет дейді. Өйткені ол алпарысып жатыр, 40 күн алпарысады. Әлі осы дүниеден кеткен емес, о дүниеге жеткен емес, екі ортада жүр. Сен сол салттарды дұрыс жаса, сол үшін қызмет ет дейді. Сонда не істейді қазақтар? Енді оның әртүрлі біздің тарихта бар, әртүрлі салттар жасайды, бірақ мен оларды айтпай қояйын. Мен тек қана санаға қонымды, ғылыми түрде түсінікті заттарды ғана айтайын. Адамдар күнде ертеңгіде тұрды ма, жүрді ма, қайтқан адам есіне түскен кезде сол кісіге бір дұға бағыштайды, міндетті түрде. Сол адамның бітпей қалған ісін аяқтауға тырысады. Сол кісінің уәдесін орындауға тырысады, қарызын өтеуге тырысады. Ол сол кісінің өмірін жалғастырады. Оның ісін аяқтау керек, уәдесін орындау керек, оның бір ізін өшірмеу керек. Сонда 40 күн адам егер өзінің қайғысына батып кетсе, өте қиын ауруға душар болуы мүмкін. Сондықтан ол 40 күн ана өлген адамға арнау керек. Сол кісінің ісін істеу керек, сол кісі үшін қызмет ету керек. Өйткені ол адам аман есен о дүниеде сыннан өту керек деп айтатын. Әрине бірдеуге осы тірі жүрген кезде біз бір-бірімізді жақсы көріп, бір істесіп, қуана балаларды тамақтандырамыз, қуана бір жақсылық жасаймыз да өзіміз қуанамыз. Сол сияқты, сол жақсылық істеген ісіңнің өзінің бір ризашылығы бізге бір сондай бір не болады, көмек болады, жақсы бір қуат береді. Сол сияқты қайтқан адамға да біз сондай медет беруіміз керек. Тым құрғанда қолымыздан түк келмесе шелпек пісіріп, қолымыздан түсінікті дұғаны айтып отырсақ, сол да өзімізге медет, қайтқан адамға медет дейді. 40 күн шырақ жағады, ол сен тірісің, үйге келсең біз сені күтіп тұрмыз деген сияқты. Сол кісіні қамқорға алады. 40 күннен кейін 40-ын өткізеді. Содан кейін ғана адам о дүниелік болады. Сосын барып о кісі аруақ болады. Қайтқан адамдар бірі жақсы періште болады, бірі жаман періште болады. Оның ісіне қарай, жақсы жаман адамның ісі болса, жаман болса, ол жаман періште болады, жақсы істері көп болса, ол жақсы періште болады. Сөйтіп ол өмірге қайтып келеді да, жақындарын қолдайды, жақындарын қорғайды, немесе зиян тигізеді. Сондықтан аруаққа жаман сөз айтпайды, аруақтың артынан тек қана жақсы ізін қалдыруға тырысады. Сонда тірілер аруаққа көмек етеді, аруақтар тірілерге көмек етеді. Солай біз аруақтарды жібермейміз қасымыздан. Сол арқылы біз өзімізді қорғаймыз. Сол арқылы біз тас үйрек болып кетпейміз. Қалайша бүгін бар адамды жоқ,
ар жағында барып періштелермен ойнап жүр деп айтамыз ба? Жоқ. Одан аруақтың бойынан біз міндетті түсірмейміз. Бұл өмірге деген міндетін түсірмейміз. Оны босатпаймыз. Ол осы өмірге адам тірілерге қызмет етеді. Біз сол аруаққа қызмет етеміз. Сол арқылы бұл өмірде өмірдің шексіздігі орын алады. Тірімен өлген қайтқан адамдар бір тұтас болып, осы өмірді жақсартуға тырысады. Содан мәңгі өмір орнайды. Түсініңіз, мәңгі өмір деген қайдан туындады? Сонда бұл біздің дәстүріміз. Сол жауынгерлер арқылы отырықшы елге барғанда, олар сол мәңгі өмірді мәңгі өмір қылып, оны бір керемет өмір қылып жіберді. Оның аруақтың өмірі керемет болу үшін осы өмірдегі тірілердің істері дұрыс болу керек. Жауаптары дұрыс болу керек, жауапкершілік керек, арлы болу керек. Сол үшін ол әр уақыт қайтқан адамды түзе алмайсың, бірақ оны біз арлы қылуымыз керек. Әр уақытта ол арлы болу керек. Ол тек қана тірі адамдар арқылы арлы болады. Сол үшін оны біз әр кезде, әр уақытта аруақ дейміз. Солай. Сонымен біздің қайтқан қазақтарымыз аруақ болсын. Арттарды қайырлы болсын. Қайырлы болсын деп айтатын себебі, әр аруақ осы өмірге қайтып келеді. Қайтып келу үшін сол өмірде тірілерге қызмет етеді. Сол кезде ол өзінің жанұясында, белгілі бір буында өзінің немересі, өзінің шөбересі, өзінің неменесі болып туы мүмкін. Сонда аруақтар осы өмірге қайтсам деп қызмет етеді. Тірілер, аруақтар қайтсын деп қайырлы болсын дейді. Сонда қайтқан адамның аяғын буады. Тірі адамдар белбеуді беліне тағады. Беделді бол, белің бекем болсын дейді тірілерге. Ал Құдайдың сотына жүгінгендер белдігін мойнына тағады да, сенің билік сотыңа көнемін дейді. Қыз жібекті фильмінде көрдіңіз бе? Бекежан мойнына белдігін тағып салады. Ал қыз жібек белдігін лақты жіберген кезде төлеген белін тауып қайтарады. Оны ешкім көрмесін деп белдігін қайтарып береді. Екі ортада екеуін некестірген кезде ортасында белдік қалады. Беделді болсын, белді болсын дейді. Белдік деген соның несі болады. Сонда аруақтардың белдігі аяғында болады. Содан қайтқан адамға біз міндетті түрде жаназасын жасаймыз. Жан аза, жаны жанады. Қазақтың ғана жаны жазады. Бұл қазақтың сөзі. Аза тұтамыз. Сосын қырқын жасаймыз. Қырқынан шыққан кезде адам белгілі бір, не о дүниелік, не белгілі екі дүниенің ортасында, қай дүниені таңдады, сол дүниеде болады. Тірі адамда қайтып келу мүмкін, қайтқан адамда қайтып келу мүмкін дейді. Өйткені бізді қазақтар білген ғой, неше түрлі литургический сон деген болатын. Оны сол сонды ескеріп, қайтқандарды жерлеген кезде үйшік жасайды. Үйшік жасайды да қамыс кіргізіп қоятын. Қамыс арқылы адам аяқ астынан тіріліп кетсе, литургический сон болса, оған ауа барады. Сонда молдалар біздің далаға келген кезде біздің рәсімізді көреді ғой. Сонда айтады да, адам дейді, о дүниеге барғанда, енді ол молданың айтқаны, оны арабтың айтқаны емес. Арабтар ондай сенбейді оған. О дүниеге барған кезде отырып дейді, жауап беру керек дейді неше түрлі бір сауалдарына. Негізінде қазақтың дәстүрі бойынша қайтқан адам аяқ астынан қайтпай тірі болып қалса, ол отыру керек. Мына тынысы тарылмай, қамыспен дем алып, тынысы тарылмай еркін сол үйшігінде қозғала білу керек те. Сол қамыстың арқылы кірген ауаны қолданып хабар бере алу керек. Солай. Сосын барып жылын өткізеді. Ал енді қайтқан адам енді өлді деп, бір жыл, енді 40-нан кейін өлді деп сенеді да, содан кейін барып оның артынан естелік ретінде жылын өткізеді.
Енді оның да бір керемет космологиялық түсініктемесі бар. Оны да ол да бір қазақтардың неге оны соны білгеніне таңқаламын мен мысалы. Сол сияқты мына дүниеге бала келген кезде, кішкентай нәресте келген кезде, ол баланың жанына бір аруақтың жаны кірді деп ойлайды. Сол кезде ана бала 40 күн ішінде не о дүниелік, не бер дүниелік болады. Екі өмірдің арасында алып барысып жатады. Өйткені нәрестеге бұл өмірге бейімделуді оңай емес. Сондықтан анау екі дүниелік болып жатқан балаға көрсетпеуге тырысады, сондай зиян тигізіп кетеді деп қорғайды, 40 күн қорғайды. Содан кейін барып 40-ын береді. Сосын барып бір жасқа келген кезде бала тай-тай жүре бастаған кезде тұсауын кеседі. Сонда бұл баланың келген кезде ол әруақ сол балаға қонды дейді. Оның аяғы тұсаулы дейді. Сол тұсауды кеседі, бұл баланы осы өмірлік адамға қабылдайды. Көрдіңіздер ме? Қандай шексіз, қандай бас аяғы жоқ шеңбер өмір деген. Қазақтың өмірі солай болған. Біз ойбай өлгендер рахаттанып жатыр, тірілер қайғырып жатыр емес. Біз дегенің бас аяғы жоқ шексіз, осы мынау космос сияқты, ғалам сияқты ғылыми түрде тәрбиеленген адамдармыз. Сондықтан мынау аза тұтып жатқан, қиналып жатқан қазақтарыма айтқым келеді. Сіздердің қайтқандар азаматтарыңыз қайтқан жоқ. Енді қайтқан жоқ емес, енді қайтты, бірақ өлген жоқ. Өлген жоқ. Олар біздің арамызда, олар сіздердің істеріңізге араласады, олар сіздердің үйлеріңізге бала болып келеді, олардың гендері сіздің балаларыңыздың бойында жанданады, олардың істері жалғасады. Біз сол аруақтарға қызмет ете білейік, аруақтар бізге қызмет ете біледі. Осы қиын кезеңнен бірге барлығымыз арлы болып, абыройлы болып шығайық. Ал енді мына хремді дұрыс қолданыңыздар, сақтаңыздар, өздеріңізді қорғаңыздар. Біз қазақпыз, біз Қытай емес, біз европалық емес, біздің ағзамыз басқа, біздің мынау қоршаған адамның бойындағы ағзасы тамағына байланысты. Тамағы жергілікті жерге байланысты. Біз егер ет жемесек, суықта мұзда өліп қаламыз. Біз үндемеспіз ғой, шөп жеп жүретін. Қытайлар мысалы шегіртке жейді, олар көп, оларда ет жоқ, оларда ыстық деген сияқты. Оларға көп ет берсең өліп қалады. Европалықтар сүт ішпейді екен. Өйткені енді біздің әртүрлі ағзамыздың құрамы басқа болғандықтан бізге протокол, емдеу протоколы жатпайды. Қазақ, қазір сіздерге тағы бір айтып кетейін. Қазір неше түрлі бактерий деген тағы да бір заттар шығып жатыр. Олардың барлығы біздің мына таза қымызда, таза саумалда, таза біздің ауыл шаруашылығы, таза экологиялық тазалықта өсіріліп жатқан мынау өнімдерде бар. Сондықтан химия сіздерді жасандырып жібереді, химия сізге көмек етіп жібереді деп сенбеңіздер. Химия бізді өлтіреді, Құдай сақтасын. Ешқандай протокол, бізге біреу протокол жазуға құқысы жоқ. Олар қылмыскерлер. Біраз уақыттан кейін біз бәрібір көтерілеміз, түсінеміз, жеңеміз, орнына қоямыз бәрін. Арлы болайық. Осы күндері мынау қазақ екенімізді еске түсірейік. Біз мұсылман емеспіз. Сонда ескерейік. Қазақ сияқты жақсы сөзді айта білейік. Аман болыңыздар. Кешіріңіздер, егер бірдеңкесін дұрыс түсіндіре алмасам. Кейінді да бір айта жатармын, асықпай, бірақ шынымды айтам, маған да қиын. Осындай сөздерді аяқ астынан үйіп төгіп айту, мен әйелмін ғой. Маған жай ғана бір тәрбиелік сөзді айтсам ғана жеткілікті еді, бірақ бұл сөзді кім айтады? Біздің ерлеріміз мұсылман болып, анау бір мешіттерге барып, Құдайға сеніп, жалбарынып, анау неше түрлі өтірікке сеніп, жын болып жатыр. Қайтеміз енді? Құдай сақтасын, аман болайық. Қиын кезеңдерде елді қазақ әйелдері алып шығатын, сондықтан бізде ана тіліміз бар. Ерлер қайтыс болып жатады соғыста. Балаларды аналар батыр қылып тәрбиелейтін. Батыр ел болайық, аман болайық. Құдай сақтасын, аман болыңыздар. Тәңіріміз қазақты жарылқасын.